Бұл жолы жылдың айтулы оқиғаларына қорытынды жасаймыз. 3-ші орын. Бұл орынға биыл есте қалу жағынан алға шығып отырған 91 төңірегіндегі дау. 2015 жылдың қыркүйегінде өнерге алғашқы қадамын жасаған топты ақын Ринат Зайытов тек 2016 жылы байқай бастапты. Сөйтті де отандық арналардың біріне былай сұхбат берді. Атаймен. Кімдер? Ана бір жас балалар шығыр ғой, қазір группа, кім ордадағы балалардың шығарған бір группасы. Шаштарын бояп алып, сырға тағып алып, қорқам кәдімгідей солардан. Мұны көрген топ продюсері Ерболат Беделхан сабырлы түрде тіл қатты. Менің өзім ойымша, Ринат бауырым кішкене ішін терең қазып білмей жатып, кішкене өзі ойнайтып қойған сияқты. Енді бұл біздің профессиямыз, мамандығымызға байланысты адамдардың пікір айту, сөз тигізу, енді оған үйреніп қалдық қой. Бірақ Ерболаттың ақын інісінің мұндай қылығына көңілі толмағаны да аңғарылып тұрды. Орданың баласы деп отыр, менің атым Ерболат, топтың аты 91. Бұл дау саябырсыды деп топ гастрольдік сапарға аттанды. Бірақ ойлағандарындай болмады. Қалалардағы тұрғындар бірінен соң бірі 91-дықтардың кештерінің өтуіне қарсылықтарын білдіре бастады. Оған себеп бестіктің сахналық образымыз. Дегенмен ереуілшілерге Ерболат тағы да сабырлық танытты. Мен бірнеше рет қайталадым, осы жолда қайталадым. Мен бәрін кешірдім. Кешіремін де. Басқа амал жоқ, себебі мен де қазақпын, олар да қазақ. Кейін жігіттердің бірі шашын алып та тастады. Мен шашымды алып тастадым, не өзгерді деген сұрақ қойғым келіп тұрды. Жоқ, ештеңе өзгермеді. Іздеген адамға тырнақтың астынан кір қашан да табылады. Тағы да тапқандар болды. Олардың келуіне қарсылықтарын білдіріп жатты. Дегенмен мұндай дауды шетелдік шоу-бизнесте біраз қаржы жұмсап жасап жатады. 91-дықтар оған ақша шығармай-ақ жеті. Қазір танымал топ десек артық айтқандық емес. Сол үшін де жарайсыңдар демекпіз. В сегодняшнем выпуске мы косвенно коснемся самых неугомонных комментаторов земли казахской. Устраивайтесь поудобнее, ведь кто-то из вас может узнать себя. Сегодня мы рассмотрим самые обсуждаемые клипы нашего YouTube-канала за последний год. Первое место. Как вы думаете, чей клип самый обсуждаемый на нашем YouTube-канале? Естественно, 91. Все их клипы набирают огромное количество комментариев. Но из 3 известных миру видеотворений самый большой ажиотаж вызвало видео на песню «Қалай қарайсың», представленное 11 декабря прошлого года. За пару месяцев под видео набежало почти 11,5 тысяч комментариев. Ох уж эти Eagles. Огромными постами они обсуждали взгляды тех, кому их любимая пятерка не нравится. Некоторые из них ругались на то, что мемберов 91 не показывают на протяжении всего клипа, и им приходится смотреть на лицо Ахботы Сейтмагамбет. В общем, в комментариях по-прежнему жарко. Лучший же комментарий набрал 474 лайка, и говорится в нем, естественно, о том, какие неповторимые у нас ребята из 91. Наши поздравления! Сегодня речь пойдет о тех селебрити, которые успевают отличиться своим непростым нравом не только на сцене, но и за ее пределами. Топ-5 скандальнейших звезд Казахстана прямо сейчас на Гакку. Вне пятерки скандалистов пятерка Ерболата Беделхана группа 91. С момента их появления на эстраде равнодушных к коллективу людей практически по пальцам можно насчитать. Их либо очень любят, либо наоборот. А этим хоть бы хны в буквальном смысле. Отметим, что сенсей подготовил ребят весьма хорошо. Осы группада нешеу ұл, нешеу қыз дейді. Бұл группада 5 ұл болады, қыз жоқ. Алдағы уақытта Шакира қосылуы мүмкін.
Интересно, что мастеров слова казахского, таких как Туригали Туриали и Ринат Заитов, разукрашенная пятерка раздражает и вдохновляет на критику, причем в форме поэзии. Правда, стоит отметить, что есть и такие тяжеловесы, кто поддерживает молодую поросль. Словом, повторимся, что равнодушных даже среди коллег к 91 нет. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить тем, кто удивил, а точнее говоря, шокировал общественность тем или иным своим звездным действием. Первое место. Ну куда же без них? На первом месте списка звезд, шокировавших общественность, группа 91 и их продюсер Ерболат Бедельхан. С самого появления команды шоковое состояние можно считать шестым участником коллектива. И с каждым новым шумом этот участник становится все сильнее и сильнее. Чего стоит один недавний диалог Ерболата с Даулетом Турлыхановым. Біздің нешеутір жындылар бар, қазақтың ертең алады қарын бірақ жарады концерт шығармайды. Сол керек па? Жас болса инвалид болады ертең анан түрлерімен. В этом якобы разговоре Турлыханов якобы требует прекратить возмутительное существование пятерки. Тысячи Иглс схватились за головы и свои гаджеты, но тут выяснилось, что разговор этот подстроен и на самом деле Ерболат и Даулет не созванивались. Чуть ранее свое умение шокировать продемонстрировал один из мемберов группы ЗАГ. Рэпер всегда отличался самым неожиданным цветом волос, а потом просто взял и состриг уставшие от краски локоны. Сам мятежник так объяснил свое неожиданное действие. Шашымды біріншіден алып тастадым, себебі менің шашым бояя беріп сапасы кетіп қалды да шашымның ше. Сондықтан шашымды алып тастауға тура келді. Және екіншіден мен шашымды алып тастадым, не өзгерді деген сұрақ қойғым келіп тұр да. А на одной из недавних церемоний награждения, где парни выступили непривычно статично, именно ЗАГ держал ответ перед Лялей Султангызы за выходку команды. Так молодой да ранний Дулат Мухаммедкалиев, он же просто ЗАГ, вместе со своими собратьями и творческим отцом занимает первое место рейтинга шокировавших селебрити, пока не выкинул очередную выходку. Бұл жолы кімнің ұрысқақ немесе мега жұлдыз екенін айтпаймыз, бірақ сахна үшін дене бітіміне аса мән беретін әншілерді назарларыңызға ұсынамыз. 4-ші орын. Сахналық образдарына жігіттерде аса мән берсе екен деген ой бар. Алайда жалықтыратын бір сарынды костюмдерімен шаршатқанымен қоймай, ел алдына артық салмақтармен де шығып жатады. Олардың барлығына 91 тобындағы әлемнен үлгі алу керек секілді. Себебі топқа қосыламын дегенше Батыр Маликовтың килограммдары қазіргідей болмады. Қазіргі Батыр біраз арықтап сахнада жеңіл қозғала бастады. Бұл төгілген тердің арқасы екені анық. Осылайша әлем топтағы өзге жігіттердің қатарына қосылды. Қазақта семіздік қойға ғана жарасады деген сөз бар. Оны әрбір әнші жадында сақтағаны дұрыс болар. Дәл әлем секілді. Ең тартымды серілердің бестігін анықтаймыз. 2-ші орын. 2-ші орындағы жанды айтқан кезде біраз дау болатыны сөзсіз. Өйткені оны Иглздар біріншіге қояды. Ол 91 тобының мүшесі AZ. Атыраулық жігітті талай қыз ұнатады.
1993 жылы дүние есігін ашқан жігіт бүгінде 23 жасқа толды. Эйзи топқа ілігем дегенше бокспен айналысқан, тіпті біраз жетістіктерге де жеткен. Алайда өнер жолын таңдады. Осындай спортқа жақын жанға қашанда арулардың көңілі ауып тұратыны белгілі. Бұл тек жалғыз жақсы қасиет емес. А Эйзи у нас самый аккуратный, его, если шкафчик откроете, если вы сами увидите, то там все прям по порядку. Все его вещи, все его очки, все его головные уборы и то, что он носит, да, сережки тоже, все прям по порядку лежат. Айтпақшы, оның бұрын кездескен қыздары жайында көп айтыла бермейді. Бұл продюсердің талабы болар. Кім білсін, дегенмен Азамат Зинкаевпен жуық арада бірге боламын деп ойламасаңыздар болады. Өйткені келісімшарт мерзімі әзірге бітпейді. 91 тобына қосыларда ол 8 жылға қол қойған, енді 7 жыл қалды. Егер шыдамыңыз жетсе, күтіп көріңіз. Айтпақшы, ол кезде Азамат 30-ға келеді. Осылайша сақталып тұрса жақсы, қартайып кетпей. Бүгінгі жас Eagles'дардың көбісі ол кезге дейін өсіп қалады. Сонда біреуінің арманы орындалатыны анық. Тек шыдам керек.